Бәріне сәлем, бүгін бізде жаңа видео. Бүгін завтраққа күшті идея көрсетем. Ең бірінші осылай нанымызды аламыз. Батон немесе булка нан болса да болады. Бұл жерде менде осындай батон. Қараңыздар, осылай тостер қылып жасап аламыз. Тостер болса тостермен жасаңыздар. Одан кейін осылай үстіне творожный сыр немесе қаймақ даже можно, немесе осындай сыр жақсақ болады. Суға піскен жұмыртқаны осылай қойып сәндейміз. Кейін мен сыр қостым, тұз, бұрыш және шамалы күнжіт себейінденім. Қара түсті болса вообще күшті болады. Осындай бірінші жеңіл завтрак. Екінші, енді біз шакшука дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған майға бірінші біз осылай пиязды, одан кейін помидорды салып қуырамыз. Негізі сары майға қуыруға да болады, вообще күшті болады. Осылай жақсылап қуырамыз, томат қосамыз, тұз, бұрыш барлығын қосамыз. Кейін үстіне осылай жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқаға арнайы шұңқырларды заранее жасайсыздар. Жаңа көрсетілмей қалды. Одан кейін міне осылай піседі. Міне бізде шакшука пісті. Негізі шакшуканы қатты пісірмей, кішкене сарысын шикідей қылсаңыздар, вообще күшті болады. Бірақ осылай да дәмі өте күшті болып шығады. Жеңіл завтрактар жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Жақында жаңа видео.